Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін біз сіздермен математика 4-ші сынып 1-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларымен танысамыз. Яғни қысқаша айтқанда ТЖБ тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші тапсырма 2-ші класстың 37 бірлігі, 2-ші класс деп отқанымыз 10 мыңдар классы және 1-ші класстың 617 бірлігінен тұратын санды жаз. Келесі бірдің екіншісі 5-ші разрядтың 3 бірлігі, 4-ші разрядтың 9 бірлігі және 1-ші разрядтың 5 бірлігінен тұратын санды жаз. Жауабы 39.005. Екінші тапсырма шамаларды өрнекте 36 тонна 4 килограмм. Егер 1 тоннада 1000 килограмм болатын болса, 36 тоннада 36.000 килограмм бар. Және оған 4 килограммды қосамыз. 9215 метрді километрмен метрге өрнектейміз. Егер 1 километрде 1000 метр болатын болса, бұл жерде 9 километр 215 метр бар деген сөз. Келесі үшінші тапсырма бөлуді орында дейді. Бұл жерде 480 мыңды 1000-ға бөлген, 1000-ға бөлсе артындағы 3 нөлді алып тастайды. Сонда 480 шығады. Келесінде 100-ге бөлген кезде 2 нөлді қысқартады. Төртінші есеп, мәтін есеп. Автокөлік бірінші күні сағатына 105 км жылдамдықпен 3 сағат, екінші күні сағатына 90 км жылдамдықпен 6 сағат жүрді. Ол 2 күнде барлығы қанша километр жол жүрді? Бұл жерде жылдамдық белгілі, уақыт белгілі. Енді біз 2 күннің арақашықтығын табамыз. Бірінші күні сағатына 105 км-ден жүргенде 3 сағатта 315 км болады, ал екінші күні сағатына 90 км 6 сағат жүрсе 540 км, яғни барлығы 855 км жол жүрді 2 күнде. Келесі 5-ші тапсырма ұзындығы 9 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр болатын бөлменің көлемін есептеп тап. Көлемді табу үшін біз ұзындығы, ені, биіктігін бір-біріне көбейтеміз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Оқушылар, каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар.